Құрметті әріптестер, мынау еліміздің және бүкіл әлемнің басына түскен қиын қыстау кезеңге қарамастан бізде білім беру жүйесінде барлық жұмыстарымыз жоспарлы түрде атқарылып келе жатқаны бәрімізге мәлім. Оның ішінде сол білім саласының дамуына, мынау қиын қыстау кезеңді жеңуге сіздердің үлестеріңіз өте көп болып отыр. Спортқа бейімі басым балаларға лажы бойынша мысалы пәнді немесе өтілетін жаңа тақырыпты сол спортқа қатысты етіп тапсырмаларды беруге болады. Енді қазіргі кезде география пәнін оқыту үдерісінде саралау әдістерінің бірнеше тәсілдері бар екенін өздеріңіз білесіздер. Мысалы 7 тәсілі бар. Бірінші тәсіліміз бізде саралап оқытудың 7 тәсілін айттым. Қазір мен сіздерге көрсетіп өтсем. Тәсіліңіз көбінесе дереккөздерге жатады. Дереккөздер тәсіліне, яғни қосымша мәліметтерді пайдаланып орындалып жатқан тапсырмалар. Рахмет. Тағы да маған сұрақтарыңыз бар ма? Ирода апай, сізде саралау тәсілдері қалай жүріп жатыр? Саралау тапсырмалары құрастырылып жатыр ма? Дайын платформа болсын, дайын оқулықтағы мәтіндер болсын, тапсырманы орындап жатыр. Енді байқауымша сіздер көбінесе дереккөздер тәсілін көбірек қолданып жатсыздар. Қашықтықтан оқыту кезде ол біздің география үшін өте тиімді тәсіл. Қолдағы бар дереккөздерді қолданса болады, немесе қосымша мәлімет